Мен Шалқар қаласы Сарғамыс негізгі орта мектебінің география пәнінің мұғалімі Қабуова Венера Асқарова боламын. Алдымен жалпы баяндамамды бастамас бұрын сіздермен шағын тәжірибе өткізейін. Мен айтқан әрекетті бірден орындаңыздар, иә, бәріміз бері қарай. Кәне бәріміз соқсалсамызды көрсетіп жоғалту керек. Жақсы, үлкен рахмет. Көрдіңіздер ме, сіздер менің айтқанымнан гөрі менің әрекетіме көңіл аударып тұрсыздар. Мен сіздерге не дедім? Соқсалсақ дедім. Яғни сіздер оқушыда солай өздеріне дұрыс жауапты әрдайым таңдай бермейді, көбінесе өзіне ыңғайлы таныс жауапты белгілейді. Бүгін сіздерге жасанды интеллект арқылы формативті бағалаудың адаптивті моделін жасау деген тақырыппен таныстырмақшымын. Мұндағы негізгі ой барлық оқушыға бірдей емес, әр оқушыға өз деңгейіне сай бағалау жасау. Яғни адаптивті модель дегеніміз не? Адаптивті модель оқушының жауабына қарай келесі тапсырманың өзгеріп отыруы. Оқушы жауап береді, жасанды интеллект оны талдайды, қате болса түсіндіреді, дұрыс болса келесі деңгейге өткізеді. Мұндағы мақсат баға қою емес, оқушыға қалай алға жылжу керегін көрсету. Нәтижесі қандай? Оқушы өз деңгейінде жұмыс істейді, кездесуден қорықпайды, кері байланысты бірден алады. Ал мұғалім үшін уақыт үнемделеді және формативті бағалау тиімді болады. Енді қазір сіздерге осы формативті бағалаудың адаптивті моделі бойынша бір тапсырма үлгісімен таныстырып жіберейін. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай сабақ тақырыбы Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері. Жоғарыда деңгей А1 деп тұр. Көрініп тұр ма? Бастапқы деңгей. Яғни оқушыға қажет сабақ тақырыбына байланысты мына жерде қысқа мәлімет берілген. Маршрут мына жерде жазылып тұр. А1 деңгейі бастапқы деңгей, А2 ортаңғы, Б1 жоғары деңгей. Мына жерде оқушының ұпайы, деңгейі барлығы көрсетіледі. Ал мына жерде оқушының жауабына қарай кері байланыс беріліп отырады дер кезінде. 2007 жылы 4 маусым, яғни сұрақ жеңіле, себебі сұрақтың жауабы жоғарыдағы мәтінде кездесіп тұр. Тексеру батырмасын басамыз, жауап дұрыс. Алға қаласаң келесіне бас. Келесі сұраққа өтеміз. Тапсырма. Қазақстанның мемлекеттік рәміздері қандай? Ту, елтаңба деймін. Тексереміз. Деңгей өсті, күшті. Енді сәл күрделілік тапсырма. Жоғарыда біздің деңгейіміз не? А2 орта деңгей деп тұр. Және ұпайымыз 20. Мемлекеттік туда қандай бейнелер берілген? Енді біз қате белгіге яғни біз қайта қате жіберсек, бастапқы деңгейге қайта келеміз. Яғни оқушыға сұрақты қайтадан жеңілден бастап береді. Яғни оқушының деңгейіне қарай сұрақты өзгерте береді. Оқушы күрделі деңгейге өткен уақытта мына жерде эссе беріледі. Яғни формативті бағалаудың адаптивті моделі деген осы. HTML код жазып бер, оқушыларда формативті бағалаудағы адаптивті модель болуы керек деп сабақ тақырыбын жазсаңыздар өздеріңізге. Пәндеріңізге қатысты.